Саламатсыңдар ма балалар? Бізде жаратылыс табу сабағы. Бөлімі жануарлар, сабақтың тақырыбы жануарлар қалай көбейеді. Сабақтың мақсаты жануарлардың көбею жолдарын түсіндіріп, олардың түрлерін сақтаудың маңыздылығын түсінеміз. Жануарлардың қандай түрлерін білесіңдер балалар? Яна суретке қараңдар, жануарлардың қандай түрлерін көріп тұрсыңдар. Сүтқоректілер, қос мекенділер, құстар, бауырмен жорғалаушылар, балықтар және бунақ денелілер. Бунақ денелердің басқа жануарлардан айырмашылығы денелері бунақтарға бөлінген. Үш жұп аяқты, денесі үш бөліктен, басы, көкірегі, құрсағы болады. Сүтқоректілер балалар баласын тірі туады. Құстар мен бауырмен жорғалаушылар жұмыртқа салады. Тек құстар жұмыртқаларын басып шығарады, ал бауырмен жорғалаушылар жұмыртқаларын ыстық құмға салады, бірақ басып шығармайды. Мысалға тауық жұмыртқа басу арқылы шығады. Жұмыртқадан бірінші балапан шығады, балапаннан тауық ямаса әтеш шығады. Ал суда мекендейтін жануарлар, бұлар уылдырық шашады. Мысалға бұл бақа уылдырық шашады. Міне осы арқылы бақалар көбейеді екен. Балықтар да міне уылдырық арқылы көбейеді. Сондықтан оларды бұлар суда көбейеді. Суда көбейеді. Ал енді ойланайықшы балалар, неге балықтар көп уылдырық шашады? Уылдырық қараусыз қалады және оларды толқын жағаға шығарып тастайды. Немесе жыртқыш балықтар жеп қоюы мүмкін. Сондықтан балықтар тұқымын қалдыру үшін уылдырықтары да көп болуы керек екен балалар. Тасбақа да жұмыртқа салады, ол жұмыртқасын ыстық құмға көміп тастайды. Міне осы ыстық құмнан одан тасбақа шығады. Ал бұлар сүтқоректілерге жатады. Олар төлдерін тірі туады. Ал енді балалар, осы жануарлардың төлдерін тауып сәйкестендірейікші. Түлкі, түлкінің төлін жәудір дейміз. Қасқыр, қасқырдың төлін бөлтірік дейміз. Тиін, тиіннің баласы. Қоян баласы көжек делінеді екен. Жолбарыс баласын арлан дейміз. Аю баласы қонжық. Ал енді киік баласы құралай. Балалар, біз жануарларды төлдермен сәйкестендірдік және төлдердің атын атай алдық. Балалар, жануарлар қалай көбейеді? Және жануарлардың суреттерін тиісті бағанға орналастыруымыз керек. Жұмыртқа салады, не уылдырық шашады, баласын тірі туады. Жұмыртқа салатын жануарлар: бақа, қостар, торғай, балық уылдырық шашады, тасбақа жұмыртқалайды екен. Ал енді баласын тірі туатындар: арыстан, тиін, керік, піл. Яғни балалар, жануарлардың түрін біз ажырата алдық па? Соның ішінде қарадыңдар ма балалар? Тасбақа мен торғайлар, құстар жұмыртқа салады екен де, балық пен бақа бұлар уылдырық шашады. Біз бақаны балалар есімізде сақтап жүреміз, қос мекенді. Бұлар құрлықта да, суда да тіршілік ете береді.
Есімізде сақтайық, жануарлар түрлі жолмен көбейеді. Олардың кейбірі жұмыртқа салады, не уылдырық шашады. Мұндай жануарларды жұмыртқа салатын жануарлар деп атайды. Басқалары балалайды. Оларды баласын тірі туатын жануарлар деп атайды. Балалар, өздеріңе ұнаған төлдің суретін салыңдар. Бұдан келетін қорытынды: жануарлардың түрлерін ажырата алдың. Яғни жануарлардың өзде бірнеше топқа бөлінеді екен. Жануарлардың көбею жолдарын анықтай алдық. Олар да бірнеше жолмен көбейеді екен. Жануарлардың төлдерін сәйкестендірдік. Олардың қалай аталатынына көңіл бөлеміз балалар. Және керекті ақпаратты іздесеңдер болады. Балалар, бүгін біз білім пирамидасы бойынша өзімізді бағалаймыз. Яғни пирамиданың ең басында өте жақсы түсіндім, түсінбедім деп тұр. Ал енді түсінбеген жағдайда балалар, оқулықтың 24-25 бетін ашамыз. Тапсырмаларды әрбірін жеке-жеке оқимыз. Есімізде сақтайтын қажетті деректі дәптерге жазамыз. Тақырыпты жазамыз және есте сақтайтын деректі жазып аламыз. Және зерттеуді де тағы да нақтылап өз алдымызға зерттеп, білімімізді одан ары қарай толықтыра түсеміз. Рахмет балалар.